Ассалаумағалейкум қазақтар. Бізде Қазақстанда өкінішке орай қазір жиі алаяқтар қоңырау шалады. Ақша алу үшін біздің кісілердің. Қалай бірнеше схемасын естігенмін, олардың алаяқтың схемасы естігенмін. Мына сол себептен сізге айтып отырмын. Мына бірінші схемасы қандай? Мысалы, хакерлер қашықтан, алыстан бір кісінің телефон барлық контактілерді шығарады. Одан кейін осы кісінің атынан әрбіріне контактілерге хабарласып, осына кісінің атынан ақша сұрайды. Срочно керек ақша, осылай аударыңыз деп сұрап жатыр. Өкінішке орай кейбір кісілер сенеді, соған ақша аударады. Екінші мына түрі, екінші схемасы қандай? Мысалы, бір кісі ғаламторда жарнама беретін болса, мынандай көлік сатамын, пәтер сатамын, шкаф, бір үстел сатамын деп жазылады. Бірден алаяқтар хабарласады. Не дейді олар? Біз банктен сияқты мынандай Билайн ұялы компаниядан қоңырау шаламыз. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің атынан олар алаяқтар, көрдіңіз бе? Мынандай полициядан деп хабарласып отырмыз деп қоңырау шалады, айтады. Одан кейін не сұрайды олар? Олар айтады, сіздің мына карточкасы маған бізге WhatsApp арқылы жіберіңіз деп. Бізге керек, біз тексеру керек, анандай. Олар біледі, қалай дұрыс сөйлеу керек, олар біледі, қалай лақтыру керек. Сондықтан сіздің ақша талап етеді. Кейбір кісілердің талап етеді. Сондай сіздің ақша ұрланады. Біледі ол қалай сөйлеу керек. Одан кейін олар мен ойымша барлығы шетелден хабарласып жатыр. Қоңыраушылар. Себебі олар мынандай WhatsApp арқылы сөйлейді. Өйткені кәдімгі мынандай шетелден телефон соғу қымбат. Сол себептен олар WhatsApp арқылы сөйлейді. Не істеу керек? Олар мен қазақша сөйлеу керек. Олар Асқар Қошқарбаевич, Мырқымбай Жақынбаевич деп айтады ғой. Бір сөз қазақша білмейді олар. Шетелден сөйлейді. Шетелден хабарласып жатыр. Не істеймін? Мына көрметті көрушілер, біздің қазақтар ескерту үшін, сіз басқа алаяқтың түрлері, схемасы кездескеніңізді, мына түсініктемелерді астына жазыңыз. Өтініш бар. Бәр қазақтар ескерту үшін білсін қалай. Қазақтар, сақ болыңыздар, абай болыңыздар. Өкінішке жиі қазір мынандай алаяқтар хабарласып жатыр ғой. Өкінішке орай менде бірнеше таныстар мына алаяқтарға ақша аударды. Сақ болыңыздар.